Гүлсара 19 жасында өмірдің ауыртпалығын ерте сезініп үлгерген қыз еді. 9 жасында әке-шешесінен жол апатынан айырылып, содан бері әжесі Күлзияның қолында өсті. Екеуі қаланың ескі ауданындағы шағын 2 бөлмелі үйде тұратын. Гүлсара университетте ақылы бөлімде оқыды. Оқу ақысын төлеуге әжесінің зейнетақысы жетпейтіндіктен, сабақтан кейін кофеханада жұмыс істейтін. Кейде кешкі 10-ға дейін қалып, үйіне шаршап қайтатын. Қызым, өзіңді сонша қинамаш дейтін әжесі. Апа, оқуымды бітірсем бәрі жақсы болады. Сізді де ештеңеге мұқтаж етпеймін деп күлетін Гүлсара. Олардың үйінен бір көше әр қарай қаланың ауқатты адамдары тұратын. Сол үлкен үйлердің бірінде 23 жастағы Арсен ата-анасымен бірге өмір сүрді. Әкесі Ерланның құрылыс компаниясы бар, ал анасы Салтанат дәулетті ортада беделді әйел болатын. Арсен бала кезінен қалағанын алып үйренген. Ақша да, көлік те, достар да жеткілікті. Тек бір нәрсеге үйренбеген еді. Біреудің оған жоқ дегеніне. Бір кеште Гүлсара жұмыстан қайтып келе жатқан. Қолында дүкеннен алған азық-түлігі бар. Көшенің шетіне қара түсті көлік тоқтап, терезесі ашылды. Қарындас, 1 минут. Гүлсара тоқтай қалды. Рөлде отырған Арсен оған жымиып қарады. Танысуға бола ма? Жоқ. Неге бірден жоқ дейсіз? Себебі танысқым келмейді. Гүлсара әрі қарай жүріп кетті. Арсен көлігін баяу айдап, қасына қайта жетті. Ем болмаса атынды айт. Оның сізге қажеті жоқ. Ол бұрылып та қарамастан үйіне кіріп кетті. Арсен біраз уақыт қақпаға қарап отырды. Келесі күні таныстарынан қыздың атын біліп алды. Гүлсара. Әке-шешесі жоқ, әжесімен тұрады. Оқиды әрі жұмыс істейді. Бұл ақпарат Арсеннің қызығушылығын одан сайын арттырды. Ал Гүлсара сол кездесуді сол күні-ақ ұмытып кеткен еді. Ол Арсеннің бірнеше күннен кейін университетінің алдында күтіп тұратынын әлі білмейтін. Келесі күні Гүлсара сабақтан кейін әдеттегідей кофеханаға жұмысқа келді. Көңілінде бір мазасыздық бар еді. Арсеннің соңынан қалмай жүргені күн сайын ауырлай бастады. Кешкі уақыт. Кофеханада адам көп. Гүлсара тапсырыстарды үстелдерге таратып жүргенде, есіктен үлкен гүл шоғын көтерген курьер кірді. Гүлсара деген кім? Деді ол дауыстап. Қыз бірден қысылып қалды. Мен? Курьер гүлді қолына ұстатты. Сізге жіберіпті. Гүлдің арасында кішкентай қағаз бар екен. Сен әлі мені дұрыс таныған жоқсың, Арсен. Гүлсараның қабағы тиілді. Әріптестері күліп әзілдей бастады. Ой, Гүлсара, жасырын ғашығым бар екен ғой. Қандай әдемі гүл. Ал Гүлсара гүлді бірден үстелге қойды. Маған керек емес. Кешке жұмысынан шыққанда кофехананың алдында Арсен тұр екен. Гүл ұнады ма? Деді ол жымиып. Мен сізден ештеңе сұраған жоқпын. Гүл бергеннен не болыпты? Арсен, мен сізге анық айттым. Маған келмеңіз. Жұмыс орныма да келмеңіз. Жігіттің жүзі салқындап кетті. Неге сонша менменсің? Бұл менмендік емес. Менің сізбен сөйлескім келмейді. Арсен бір қадам жақындады. Сен менің кім екенімді білесің бе? Маған бәрібір. Осы сөз оған қатты тиді. Бәрібір дейсің бе? Иә. Гүлсара кетуге бұрылды. Бір күні өзім менімен сөйлесуге мәжбүр боласың, деді Арсен артынан. Гүлсара тоқтамады. Бірақ жүрегі қатты соғып бара жатты. Үйге келгенде әжесі оның өңінің қашқанын байқап қалды. Қызым, саған не болған? Ештеңе апа. Жұмыстан шаршадым. Күлзия немересіне біраз қарап отырды. Біреу ренжітіп жүрген жоқ па? Гүлсара басын шайқады. Жоқ, ол әжесін уайымдатқысы келмеді. Бірақ дәл сол түні Арсен өз үйінде ашудан ары-бері жүріп жүрген еді. Оның санасында бұрынғы маған ұнайды деген ойдың орнына мүлде басқа сезім келе бастады. Неге мені менсінбейді? Ал келесі күні бұл мәселе Арсеннің анасы Салтанаттың да құлағына жетті. Салтанат ұлының соңғы кездері бір қыздың артынан қалмай жүргенін таныс әйелдердің бірінен естіді. Алғашында аса мән бермеген, бірақ қыздың кім екенін білгенде қабағы тиілді. Әке-шешесі жоқ дейсің бе? Деді ол. Күйеуі Ерланға. Әжесімен тұрады екен. Университетте оқиды. Арсенге сондай қыздан басқа адам табылмады ма?
Ерлан әйеліне жақтырмай қарады. Баланың өзінен сұра. Сол кеште Арсен үйге келгенде, анасы бірден әңгіме бастады. Сен Гүлсара деген қыздың соңынан жүр екенсің ғой. Арсен таңырқамады. Е, не болыпты? Не болыпты дейсің бе? Әулеті кім? Жағдайы қандай екенін білесің бе? Маған оның жағдайы қызық емес. Саған қызық болмағанмен бізге қызық. Арсен ашуланды. Ол маған әлі келісіп те жатқан жоқ. Қалай? Сенің өзімнен бас тартып жүр ме? Осы сұрақ Арсеннің намысына қайта тиді. Әзірше Салтанат ұлының жауабынан біртүрлі астамшылықты сезгенмен мән бермеді. Оның ойынша, баласын әлгі қыздан алыстатса болғаны. Ертеңіне Гүлсара сабақта отырған кезде телефонына әжесінен бірнеше қоңырау түсті. Үзіністе асығыс хабарласты. Апа, не болды? Күлзияның дауысы дірілдеп шықты. Қызым, үйге бір әйел келді. Кім? Арсеннің анасы екен. Гүлсараның жүрегі су ете қалды. Не деді? Саған ұлынан аулақ жүруді айтты. Қыздарыңызды жөнге салыңыз деді. Мен қанша түсіндірсем де тыңдамады. Апа, мен оның артынан жүрген жоқпын ғой. Білемін, қызым. Бірақ әлгі әйел қатты сөйледі. Баламның болашағына кедергі жасамаңдар дейді. Гүлсара ашудан да, қорлықтан да үнсіз қашалды. Кешке үйге келгенде әжесінің жүзі қуарып кеткенін көрді. Апа, кешіріңізші, сізді осыған араластырып жібердім. Сенің кінәң жоқ. Бірақ қызым, абай бол. Бай адамдардың қолынан көп нәрсе келеді екен. Гүлсара әжесінің қолын қатты қысты. Мен қорықпаймын. Бірақ сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Ал келесі күні университет деканатынан Гүлсараны шақыртып алды. Бөлмеге кіргенде кафедра меңгерушісінің жүзінен ақ бір нәрсе болғанын сезді. Гүлсара, сен туралы шағым түсті деді ол. Қыздың жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Қандай шағым? Сабаққа қатысуың мен тәртібіне қатысты. Гүлсара аң-таң болып қалды. Өйткені ол бірде-бір сабақта себепсіз жібермеген еді. Сабаққа қатысуым мен тәртібіме қатысты дейсіз бе? Гүлсара таңырқай сұрады. Бірақ мен сабақтан қалмаймын ғой. Кафедра меңгерушісі алдында қағаздарға көз жүгіртті. Бізге сенің оқу тәртібін бұзатының, жұмысқа байланысты сабақтарды жиі жіберетінің туралы ақпарат түсті. Бұл өтірік. Дауысыңды көтерме. Гүлсара бірден үнін бәсеңдетті. Кешіріңіз. Бірақ журналды тексерсеңіз болады. Барлық сабағымда белгіленіп тұрмын. Меңгеруші үнсіз қалды. Шынында да қыздың үлгерімі жаман емес еді. Бірақ жоғары жақтан келген өтініштің кімнен екенін ашық айтпады. Әзірге саған ескерту ғана. Оқуыңа мұқият бол. Гүлсара кабинеттен шыққанда қолы дірілдеп тұрды. Бір нәрсенің дұрыс емес екенін бірден түсінді. Бұл жай кездей соқтыққа ұқсамайтын. Дәлізде әйгерім күтіп тұр екен. Не болды? Гүлсара болған жағдайды айтып берді. Бұл Арсеннің ісі шығар деді әйгерім бірден. Оның бұған дейін жететініне сенбеймін. Оның ата-анасы кеше сенің әжеңе барған жоқ па? Осы сөзден кейін Гүлсараның ішін қорқыныш биледі. Сабақтан шыққан кезде күткені рас болды. Арсен университет қақпасының алдында тұр екен. Бұл жолы Гүлсара одан қашпады. Өзі тура алдына барды. Сен істедің бе? Арсен жай ғана жымиып қойды. Нені? Университеттегі шағымды. Мен ештеңе істеген жоқпын. Онда ата-анаң істеді ме? Арсен иығын көтерді. Мен саған басынан айттым ғой. Менімен дұрыс сөйлессен, ешқандай мәселе болмайды. Гүлсараның жүзі қуарып кетті. Сонда мені қорқытып жүрсің бе? Қорқыту емес. Саған ұсыныс жасап жүрмін. Қандай ұсыныс? Арсен оған жақындай түсті. Менімен кездес, қарсыласпа. Сонда оқуыңа да, жұмысыңа да ешкім тиіспейді. Гүлсара бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Арсеннің қабағы түйілді. Гүлсара, мен сенің өміріңді жеңілдете аламын. Маған сенің көмегің керек емес.
ал қиындата да аламын. Осы сөзді естігенде Гүлсара алғаш рет оның бойынан бұрын байқамаған қатыгездікті көрді. Мен саған ешқашан келіспеймін деді ол анық. Арсеннің жүзі суып кетті. Онда кейін өкінбе. Гүлсара бұрылып кетіп қалды. Сол кеште ол барлық бағаларын, сабаққа қатысу жазбаларын және жұмыс кестесін телефонына түсіріп алды. Бір күні өзін қорғауға дәлел керек болатынын жүрегі сезгендей еді. Ал Арсен болса, енді Гүлсараның жай ғана көңілін табуды емес, оның қарсылығын сындыруды ойлай бастаған еді. Гүлсара соңғы күндері мүлде тыныш ұйықтай алмай жүрді. Университетке барса Арсенді көремін деп қорқады. Жұмыстан шықса, артынан біреу еріп келе жатқандай сезінеді. Әжесі де немересінің өзгергенін байқап қалған. Қызым, сен менен бір нәрсе жасырып жүрсің, деді Күлзия бір кеште. Гүлсара біраз үнсіз отырып, ақыры бәрін айтып берді. Арсеннің артынан қалмай жүргенін, анасының үйге келгенін, университеттегі түсініксіз шағымды да жасырмады. Күлзияның өңі қуарып кетті. Полицияға барайық. Әзірге нақты не айтамыз, апа? Оның маған жазған хабарламалары бар. Сақтап жүрмін. Тағы бір нәрсе болса, бәрін көрсетемін. Сол түні Гүлсара Арсеннен тағы хабарлама алды. Өзім бәрін қиындатып жүрсін. Гүлсара жауап бермеді. Келесі күні кофехана басшысы оны кабинетіне шақырды. Гүлсара, соңғы кезде сен туралы жағымсыз сөздер естіп жүрмін. Қандай сөздер? Клиенттерге дұрыс қызмет көрсетпейді, жұмысына кешігеді деген шағымдар бар. Гүлсара аң-таң болып қалды. Мен бір ретте кешіккен жоқпын. Мен өзім де соны білемін. Бірақ сырттан қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Қыздың жүрегі шым ете қалды. Мені жұмыстан шығарғыңыз келе ме? Басшысы күрсінді. Жоқ, сен жақсы қызметкерсің. Тек біреумен мәселең болса, шешіп ал. Гүлсара сыртқа шыққанда көзіне жас келді. Арсен енді оның кек оқуына емес, нәпақасына да тиісе бастаған еді. Кешке жұмыстан шыққанда ол қарсы бетте тұрған таныс көлікті көрді. Арсен. Гүлсара жүрісін жылдамдатты. Көлік алдына келіп тоқтады. Мін, сөйлесеміз. Жолымды жаппа. Қаншаға дейін осылай жүресің? Сен менен не қалайсың? Арсен көліктен түсіп, оған суық қарады. Саған түсінікті айтып жүрмін. Маған қарсы шықпайсың. Сонда бәрі бұрынғы орнына келеді. Мен сенің меншігің емеспін. Өзімді тым мықты сезініп жүрсің. Гүлсара телефонын шығарып, тағы жолымды бөгесен, полиция шақырамын деді. Арсен біраз үнсіз тұрды да шетке шықты. Шақыр, көрейік кімге сенеді екен. Гүлсара оның жанынан өтіп кетті. Бірақ дәл сол сөз оның есінде қалып қойды. Сол күннен бастап Гүлсара Арсеннен келген әр хабарламаны, әр қоңырауды өшірмей сақтай бастады. Өйткені енді ол мұның жай ғана мазалау емес екенін түсінген еді. Бір күні Гүлсара университеттен үйіне ертерек қайтты. Қақпаны ашқанда аулада отырған әжесін көрді. Күлзияның қолы дірілдеп, жүзі бозарып кеткен. Апа, не болды? Әжесі үнсіз үйге кірді. Гүлсара соңынан ерді. Тағы келді ме? Күлзия басын изеді. Бұл жолы Арсеннің әкесі келді. Гүлсараның іші мұздақ кеткендей болды. Не деді? Немереңіз баламыздан аулақ жүрсін. Әйтпесе оқуын да, жұмысын да жалғастыра алмайды деді. Мен оған сенің Арсенді іздеп жүрген жоқ екеніңді айттым. Тыңдамады. Гүлсара ашудан жыдырғын тиді. Олардың баласы менің артымнан жүр. Неге бәріне мен кінәрі болуым керек? Қызым, мен сен үшін қорқамын, деді Күлзия. Бұлар қолынан көп нәрсе келетін адамдар сияқты. Гүлсара әжесінің жанына отырып қолынан ұстады. Мен оқуымды да тастамаймын, жұмысымды да, Арсенге де бармаймын. Сол сәтте телефоны шырылдады. Арсен. Гүлсара қоңырауды көтермеді. Бірақ артынша хабарлама келді. Соңғы рет айтып тұрмын, менімен кездес, сонда сенің де, әжеңнің де мазасы болмайды.
Гүлсара экранға ұзақ қарап қалды. Бұл жолы ол хабарламаны скриншот жасап, бөлек папкаға сақтады. Полицияға барамыз деді әжесі. Әлі бәрін жинап алайын апа. Оның әр сөзін сақтап жүрмін. Күлзия алаңдап қарады. Тек жалғыз жүрме. Сол күннен бастап Гүлсара сабақтан әйгеріммен бірге шығатын болды. Жұмыстан да әріптестерімен бірге қайтуға тырысты. Бірақ Арсен де тәсілін өзгертті. Ол күн сайын көрінбейтін болды. Кейде бірнеше күн бойы мүлде жоқ болып кететін. Гүлсара оның бас тартқанын ойлап, бір сәт тыныштала бастады. Ал шын мәнінде Арсен басқа нәрсе ойлап жүрген еді. Оның ашуы барған сайын күшейіп, Гүлсараның жоқ деген жауабын қабылдай алмай жүрді. Бір кеште ол досына: "Ол бәрібір менің айтқаныма көнеді" деді. "Арсен, қой енді. Қыз қаламаса тиіспе" деді досы. Арсен үнсіз жымиып қойды. "Көнбесе көндіремін." Ал Гүлсара сол түні ештеңеден хабарсыз әжесінің жанында отырып, келесі күнгі емтиханына дайындалып отырған еді. Келесі бірнеше күнде Арсен мүлде көрінбей кетті. Университеттің алдында да жоқ, жұмыс орнында да кездеспеді. Телефонға хабарлама да келмеді. Гүлсара алғашында бұған сенбеді. Көшеге шыққан сайын жан жағына қарап, таныс қара көлікті іздей беретін. Бірақ күндер өте келе көңілі сәл тыныштала бастады. "Мүмкін ақыры түсінген шығар" деді әйгерім. "Білмеймін. Оның осылай бірден жоғалып кеткені маған керісінше күмәнді" деді Гүлсара. Сол күні ол университеттегі маңызды сынақтан жақсы баға алды. Біраз уақыттан бері алғаш рет көңілденіп, үйіне күлімдеп қайтты. Күлзия әжесі де немересінің жүзіндегі өзгерісті көріп қуанды. "Міне осылай күліп жүрші қызым. Соңғы кезде жүзіңнен күлкі кетіп еді. Бәрі түзелетін сияқты апа. Құдай солай етсін." Бірақ Гүлсараның ішіндегі әлдебір сезім әлі басылмаған еді. Кешке жұмыстан шыққанда әріптесі: "Бүгін бірге қайтайық па?" деп сұрады. "Жоқ, бүгін ертерек қой. Автобуспен өзім кетемін." Ол осы шешіміне кейін талай рет өкінетінін білмеді. Аялдамаға жеткенде телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. "Арсен, енді саған тиіспейді, уайымдама." Гүлсара бірден тоқтап қалды. "Кім бұл?" деп жауап жазды. Жауап келмеді. Ол нөмірге қоңырау шалғанмен телефон сөндіруледі. Гүлсара хабарламаны да сақтап қойды. Үйге келгенде оны әжесіне айтпады. Артық уайымдатқысы келмеді. Ал сол уақытта қаланың басқа шетінде Арсен көлігінің ішінде жалғыз отыр еді. Телефонның қолына ұстап, Гүлсараның әлеуметтік желідегі суреттерін қарап шықты. Оның ойында бұрынғыдай кездесуге шақыру да, гүл сыйлау да жоқ еді. Гүлсараны өзіне көндіре алмағаны Арсеннің намысына қатты тиген. "Мені осынша уақыт қорғылды. Енді өзі түсінеді" деп ойлады ол. Келесі күндері Арсен қыздың жұмыс кестесін сырттай бақылап жүрді. Қай күні кеш шығатынын, қай көшеден үйіне қайтатынын, қай уақытта жалғыз қалатынын. Ал Гүлсара болса, Арсеннің көзден жоғалуын қауіптің аяқталған деп қабылдай бастаған еді. Ол ең қауіпті сәттің дәл осы тыныштықтан кейін келетінін білген жоқ. Сол күні Гүлсара жұмыстан әдеттегіден кеш шықты. Кофеханада адам көп болып, ауысымы түнгі 11-ге дейін созылған еді. Әжесіне алдын ала хабарласып қойған. "Апа, уайымдамаңыз, таксимен қайтамын" деді ол. Бірақ сыртқа шыққанда телефондағы такси бағасы тым қымбат болып тұрды. Гүлсара біраз күтіп, негізгі көшеге дейін жаяу барып көрмек болды. Көше тыныш, айналада адамдар аз. Ол жылдам жүріп келе жатқанда арт жағынан көлік жарығы түсті. Гүлсара жалт қарады. Жүрегі бірден су ете қалды. Арсеннің көлігі. Қыз жүрісін жылдамдатты. Көлік қасына келіп тоқтады. "Гүлсара, отыр. Сөйлесеміз" деді Арсен. "Менің сенімен сөйлесетін ештеңем жоқ. Соңғы рет сөйлесейік. Жолымнан кет." Гүлсара телефонын шығара бергенде Арсен көліктен түсті. "Маған қараш" деді ол ашулы үнмен. "Мен сен үшін қанша нәрсе істедім. Мен сенен ештеңе сұраған жоқпын. Мені жұртқа мазақ қылдың. Мен саған тек жоқ дедім." Осы сөз Арсенді одан сайын ашуландырды.
Одан кейінгі бірнеше минут Гүлсараның есінде үзік-үзік қана қалды. Ол көмек сұрағанын есіне алды. Арсеннің ашулы дауысын, қараңғы жолды, көліктің есігін, қорқынышты, сосын үнсіздік. Біраз уақыттан кейін Арсен көлігін қала шетіндегі тас жолдың жанына тоқтатты. Гүлсараның жағдайы ауыр еді. Ол не болған толық түсінуге де шамасы келмей, қалтырап отырды. Арсен оған бір сәт қарап тұрды, бірақ кешірім де сұрамады. Керісінше, бұған өзім жеткіздің деді. Осы сөз Гүлсараның жүрегін одан сайын жаралады. Арсен оны жол шетіне қалдырып көлігімен кетіп қалды. Түн ортасы, айнала қараңғы. Гүлсара жол жиегінде жалғыз қалды. Телефоны жанында жоқ еді. Киімін реттеуге де қолы әрең келді. Ол орнынан тұруға тырысты, бірақ аяғы дірілдеп қайта отырды. Бірнеше көлік алыстан өтіп жатты, бірақ еш қайсысы тоқтамады. Гүлсара көзін жұмып әжесін ойлады. Апа. Дәл сол кезде алыстан тағы бір көліктің жарығы көрінді. Бұл қарапайым ақ түсті такси еді. Жүргізуші жол шетінде отырған адамды байқап, жылдамдығын бәсеңдетті. Көлік тоқтады. Есігі ашылып, 25 шамасындағы жігіт жүгіріп шықты. Қарындас, естіп тұрсыз ба? Гүлсара басын көтеруге тырысты. Жігіт оның жағдайын көргенде, бірден күртесін шешіп үстіне жапты. Қорықпаңыз, мен сізге тиіспеймін. Жедел жәрдем шақырам. Гүлсара алғаш рет бейтаныс жігіттің дауысынан қауіп емес, қамқорлық сезінді. Ал сол түні оның өміріне кірген бұл жігіттің аты Санжар еді. Санжар бірден жедел жәрдем шақырды. Гүлсараның үстіндегі күртесін дұрыстап жауып, одан артық сұрақ қоймады. Қазір көмек келеді. Сіз қауіпсіз жердесіз деді ол жай ғана. Гүлсара сөйлеуге тырысты, бірақ даусы шықпады. Көзіне жас толып, екі қолымен күртені қыса ұстады. Бірнеше минуттан кейін жедел жәрдем келді. Дәрігерлер Гүлсараны көлікке отырғызғанда Санжар туысына хабарласатын нөмірі бар ма деп сұрады. Гүлсара әрең дегенде әжесінің нөмірін айтты. Санжар Күлзияға қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе апа? Қорықпаңыз, немереңіз қазір дәрігерлердің қолында. Мен оны жолдан тауып алдым. Ауруханаға келе аласыз ба? Күлзияның даусы дірілдеп кетті. Қызым тірі ме? Иә, тірі. Ауруханада Гүлсараны тексеріп, болған жағдайды полицияға хабарлау қажеттігін түсіндірді. Күлзия жеткенде немересін құшақтап алып, ұзақ жылады. Қызым, саған не істеді? Гүлсара әжесінің иығына басын қойып, Арсен деп қана айталды. Сол бір есім бәрін түсіндіргендей болды. Күлзияның қолы дірілдеп кетті. Біз оны жауапсыз қалдырмаймыз. Бірақ Гүлсара қорқып кеткен еді. Апа, олардың ақшасы бар, таныстары бар. Бізді ешкім тыңдамай қалса ше? Осы кезде есік алдында тұрған Санжар ішке кірмей үнсіз күтіп тұрды. Ол Гүлсараның отбасына бөтен адам еді. Бірақ қызды сол күйінде жолда қалдырып кеткен адамның жауапқа тартылуын қалады. Полиция қызметкері келгенде Гүлсара болған жағдайды қолынан келгенше айтып берді. Арсеннің бұрыннан соңынан қалмай жүргенін, хабарламаларын, оқуына және жұмысына қысым жасалғанын да жасырмады. Телефоныңыз қайда деп сұрады қызметкер. Арсен алып кеткен сияқты. Күлзия бірден. Үйде хабарламаларының кейбірін басқа телефонға түсіріп алғанбыз деді. Бұл алғашқы дәлел болатын. Ал Санжар кенет бір нәрсені есіне түсірді. Менің көлігімде видеорегистратор бар деді ол. Бәрі оған қарады. Гүлсараны тапқан жерім жазылып қалуы мүмкін. Уақыты да, жолдың нақты орны да көрінеді. Полиция қызметкері. Жазбаны өшірмеңіз, бізге қажет болады деді. Сол түні ол үйіне барған бойда видеорегистратордың жадын компьютерге көшіріп алды. Кадрларды қарап отырып, жол жиегіндегі Гүлсараны көргенде жүрек ауырды. Бірақ келесі кадрда алыстан кетіп бара жатқан қара көлікте анық көрініп тұр еді. Данияр бейнені тоқтатып экранға ұзақ қарады. Демек, сенің ізің бар екен деді ол өзіне. Таңға жуық Санжар видеорегистратордағы жазбаны бірнеше рет қайта қарап шықты. Кадр анық емес еді, бірақ жол жиегінде тұрған қара көлікпен оның жүріп кеткен уақыты көрініп тұрды. Ең маңыздысы, бейне жазбадағы уақыт Гүлсараны тапқан сәтпен дәл сәйкес келетін.
Санжар жазбаны екі жерге көшіріп сақтап қойды. Түске қарай полиция бөліміне барып, видеоны тапсырды. Бұл көліктің нөмірі толық көрінбейді, деді тергеуші. Бірақ бірнеше секундқа жарыққа түскен жері бар. Үлкейтіп қарасаңыздар, бір бөлігі көрінуі мүмкін, деді Санжар. Тергеуші басын изеді. Тексереміз. Сол күні Гүлсара ауруханадан шыққан жоқ. Ол ешкіммен сөйлескісі келмеді. Терезеге қарап үнсіз жатты. Күлзия әжесі жанынан бір елі кетпей отырды. Қызым, үйге қайтсақ бәрі біртіндеп ұмытылар, деді әжесі жұбатқысы келіп. Гүлсара көзін жұмды. Мен ұмыта алмаймын, апа. Бірнеше секундтан кейін дауысы дірілдеп. Мен енді университетке қалай барам? Адамдардың бетіне қалай қарайым? Күлзия немересінің қолын қысты. Сен ешкімнің алдында басын деймейсің. Ұялатын сен емес. Гүлсара үнсіз жылап жіберді. Дәл сол кезде медбиге есіктен басын соқты. Сізге бір жігіт келіп тұр. Гүлсара шошып кетті. Кім? Кеше сізді әкелген жігіт. Санжар палатаға кірмеді. Есіктің алдында тұрып, Күлзияға шағын пакет берді. Телефонның қуаттағышы, су, жеміс әкелдім. Тағы бір нәрсе айтайын деп едім. Гүлсара оған қарады. Не? Видеорегистратордағы жазбаны полицияға бердім. Гүлсара бірден басын көтерді. Бірдеңе көрінді ме? Қара көлік көрінеді. Уақыт анық. Мүмкін көмегі тиер. Қыздың көзінен алғаш рет әлсіз болса да үміт байқалды. Рахмет. Рахмет айтпаңыз. Мен тек көргенімді тапсырдым. Санжар біраз үнсіз тұрды да. Ең бастысы, ісіңізді соңына дейін жеткізіңіз. Қорықпаңыз, деді. Бұл сөз Гүлсараға әсер етті. Өйткені соңғы апталарда Арсен мен оның отбасы оған үнемі қорқу керектігін көрсетіп келген. Ал Санжар алғаш рет оған қорықпау керектігін айтып тұр еді. Сол кеште тергеуші Гүлсараның әжесіне қоңырау шалды. Бейне жазбадан көліктің нөмірінің бір бөлігі анықталды. Енді сол маңдағы басқа камераларды тексеріп жатырмыз. Күлзия немересіне қарады. Қызым, іс қозғалып келеді. Гүлсараның жүрегі дүрсілдеп кетті. Арсеннің ақшасы мен таныстары қанша көп болса да, сол түні қараңғы жолда қалдырған іздерін түгел өшіре алмаған еді. Арсеннің ізі ашыла бастады. Келесі күні тергеуші Гүлсараны қайта шақырды. Әжесі Күлзия да бірге барды. Гүлсара бөлімге кірген сайын жүрегі қысылып, болған оқиға қайта есіне түсетін. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай дәрменсіз емес еді. Тергеуші алдына бірнеше қағаз қойды. Санжар тапсырған бейне жазбаны зерттедік. Сол жолдағы жанармай бекеті мен дүкеннің камераларында тексердік. Гүлсара үнсіз тыңдап отырды. Арсеннің көлігі сол түні осы бағытпен жүргені расталып отыр. Күлзия күрсініп, демек, дәлел бар ғой, деді. Бір ғана бейне жазбамен шектелмейміз. Медициналық қорытынды, сіздің бұрынғы хабарламаларыңыз, куәлардың жауабы, бәрі бірге қаралады. Гүлсара телефонның жоғалғанында қайта айтты. Оның ішінде Арсеннің көптеген хабарламалары бар еді. Нөміріңіз бойынша оператордан қажетті деректер сұратылады, деді тергеуші. Сол сәтте Гүлсара алғашқы рет Арсеннің бәрін оңай жасырып қала алмайтынын сезді. Бірақ кешке жағдай қайта өзгерді. Үйдің алдына қымбат көлік келіп тоқтады. Ішінен Арсеннің анасы Салтанат түсті. Күлзия есікті ашқанда әйелдің жүзі суық еді. Немереңізбен сөйлесуім керек. Айтарыңызды маған айтыңыз. Бұл мәселені үлкейтудің қажеті жоқ. Жастар арасында не болмайды? Күлзияның жүзі күрт өзгерді. Сіз не айтып тұрсыз? Біз көмектесуге дайынбыз. Оқу ақысын төлейміз. Басқа қалаға оқуға да жібереміз. Тек арызын қайтарып алсын. Осы кезде Гүлсара бөлмеден шықты. Мен ештеңе қайтарып алмаймын. Салтанат оған бұрылды. Қызым, жақсылап ойлан. Бір соттың кесірінен сенің де атың елге жайылады. Гүлсараның көзіне жас толса да, даусы нық шықты. Менің атым емес. Сіздің балаңыздың ісі ұят. Салтанат үнсіз қалды.
Ақшаңызбен бәрін сатып ала алмайсыз. Кейін өкінбе, деді әйел ашуланып. Осы сөзіңізді де тергеушіге айтам, деді Гүлсара. Салтанаттың өңі өзгеріп кетті. Ол бұрылып, үйден шығып кетті. Күлзия есікті жапқан соң, немересін құшақтап алды. Қорқып кеттім, қызым. Мен де қорқамын, апа. Бірақ енді шегінсем, Арсен өзін ешқашан кінәлі сезінбейді. Ертеңіне Гүлсара Салтанаттың келгенін де тергеушіге хабарлады. Ал Арсен алғаш рет жағдайдың өзі ойлағаннан әлде қайда күрделі екенін түсіне бастады. Арсеннің әкесі Ерлан ұлының ісі жай ғана жастар арасындағы мәселе емес екенін кеш түсінді. Тергеу жүріп, камера жазбалар жиналып, куәгерлер сұрала бастағанда оның мазасы кетті. Бұлай жалғаса берсе, балам сотталады, деді Салтанат. Ерлан үнсіз отырып қалды. Ол ұлының не істегенін толық білмесе де, істің ауыр екенін түсінді. Сол түні бірнеше адамға телефон соқты. Бір таныс арқылы сол маңдағы жеке нысандардың біріндегі бейне бақылау жазбаларына қол жеткізілді. Бірнеше күннен кейін тергеуші Гүлсараны қайта шақырды. Біз күткен 2 камераның жазбасы жоқ болып шықты. Гүлсара түсінбей қалды. Қалай жоқ? Бірінде сол күнгі архив өшірілген, екіншісінде файлдар зақымданған. Гүлсараның өңі бірден солып кетті. Бірақ оларда Арсеннің көлігі анық көрінеді деген едіңіздер ғой. Тергеуші күрсінді. Бізде басқа дәлелдер бар, бірақ бұл жазбалар істі күшейтетін еді. Гүлсара бөлімнен шыққанша өзін ұстап келді. Далаға шыққан соң ғана көзінен жас ыршып кетті. Бітті. Ол дән солай ойлады. Ақшасы бар адамдар бәрін өшіре алады екен. Камераны да, деректі де, куәні де. Бәлкім ертең оның сөзінде жоққа шығаратын шығар. Сол күні ол университетке бармады. Үйге келіп терез алдында үнсіз отырды. Күлзия әжесі жанына келді. Қызым, үмітімді үзбе. Апа, олар бәрін өшіріп жатыр. Біз кімбіз оларға қарсы? Күлзия жауап таба алмады. Ал сол кезде Санжарда болған жағдайды естіді. Ол Гүлсараны алғаш көрген күннен бері оны ойынан шығара алмай жүрген. Гүлсара шынында да өте сұлу еді. Бірақ Санжарды оның сұлулығынан бұрын мінезі таңғалдырды. Осынша ауырлық көрсе де, ол ешкімге дауыс көтермейтін, ақылды, сабырлы, сөзін ойланып айтатын. Әжесіне деген қамқорлығы да ерекше еді. Санжар өзіне өзі ашуланды. Жоқ, қазір оған махаббат керек емес, оған көмек керек. Ол рөлде отырып өзіне іштей серт берді. Мен оған көмектесемін, бірақ ғашық болмаймын. Оның әлсіз шағын пайдаланып, сезімімді араластырмаймын. Сол кеште ол Гүлсараға хабарласты. Камералар өшіріліпті деп естідім. Иә, бәрі бітетін сияқты, Санжар. Жоқ. Гүлсара үнсіз қалды. Неге сонша сенімді айтасың? Себебі біреудің деректі өшіруі дәлелдің жоқ екенін емес, біреудің сол дәлелден қорқып отырғанын көрсетеді. Гүлсара алғаш рет осы ойға тоқталды. Ал Санжардың ойына жаңа бір нәрсе келді. Өзінің видео регистраторындағы бастапқы файлдың уақыт белгісі, маршрут деректері және сол түні өткен жолдардың басқа камералары. Мүмкін бәрі әлі біткен жоқ шығар. Сожар сол түні үйіне келген соң ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Гүлсараның бәрі бітетін сияқты деген сөзі құлағынан кетпей қойды. Ол ноутбугын ашып, видеорегистратордағы жазбаны қайта қарады. Қара көлік алыстан ғана көрінетін. Нөмірі толық анық емес. Бірақ Санжардың есіне бір нәрсе түсті. Сол түні ол таксиде жұмыс істеген. Демек, оның жүрген бағыты, тапсырыстары мен уақыттары такси қосымшасында сақталуы керек еді. Санжар телефонын ашып, сол күнгі тарихты қарады. Гүлсараны тапқан жолға нақты қай уақытта келгені көрсетіліп тұр. Міне, ол бірден экран суретін сақтап алды. Сосын картаға қарап отырып тағы бір нәрсені байқады. Гүлсара жатқан жерге жетерден бірнеше минут бұрын ол жанармай бекетінің алдынан өткен. Сол бекеттің камерасы жолдың екі бағытында түсіретін. Ертеңіне Санжар
Сол жерге өзі барды. Аға, маған бір апта бұрынғы бейне жазба керек еді, деді әкімшіге. Ондай жазбаны кез келген адамға бере алмаймыз. Полиция ісіне байланысты. Мен тек оның сақталған-сақталмағанын білгім келеді. Әкімші компьютерден тексеріп көрді. Негізгі жүйеде жоқ. Бірақ бізде архив серверге автоматты түрде көшіріледі. Оны тек басшылық аша алады. Санжардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Демек, біреу жергілікті камерадағы жазбаны өшіргенімен, оның көшірмесі басқа жерде қалуы мүмкін. Ол бұл туралы бірден тергеушіге хабарлады. Бірнеше сағаттан кейін ресми сұрау жіберілді. Кешке Санжар Гүлсараға қоңырау шалды. Бір мүмкіндік бар. Қағы не таптың? Жанармай бекетінің архиві серверде сақталуы мүмкін екен. Гүлсара біраз үнсіз қалды. Санжар, сен неге маған сонша көмектесіп жүрсің? Бұл сұрақ жігітті тосылтып жіберді. Ол бір сәт үнсіз қалды. Өйткені өзі де соңғы күндері осы сұрақтан қашып жүрген. Өйткені сол түні мен сені көрдім, деді ақырында. Егер көзімді жұмып кетсем, өзімді өмір бойы кешірмес едім. Гүлсараның дауысы жұмсарды. Рахмет. Телефон өшкен соң, Санжар ұзақ үнсіз отырды. Гүлсараның сабырлы дауысы, мұңайғанда да өзін ұстайтын мінезі, оның жүрегіне барған сайын жақындай түсіп бара жатты. Ғашық болмаймын деген едің, деді ол өзіне. Бірақ жүрекке бүйрек беру оңай емес екен. Келесі күні тергеушіден қоңырау түсті. Жанармай бекетінің архивінен сол түні жолмен өткен қара көліктің толық нөмірі анық көрінген. Ол Арсеннің көлігі еді. Ал ең маңыздысы, жазбада көліктің сол жолға 2 рет кіріп шыққаны да анық тіркелген болатын. Жанармай бекетінің архивінен алынған бейне жазба істің бағытын бірден өзгертті. Арсеннің көлігі сол түні Гүлсара табылған жолға кіргені ғана емес, біраз уақыттан кейін кері шыққанда анық көрінді. Уақыт белгісі Санжардың видеорегистраторындағы жазбамен дәл келіп тұрды. Гүлсара бұл хабарды естігенде ұзақ үнсіз отырды. Сонда енді дәлел жеткілікті ме деп сұрады ол тергеушіден. Іс едәуір күшейді, бірақ бізге тағы бір мәселені анықтау керек. Қандай? Алғашқы камера жазбаларын кім өшірген? Гүлсара бірден Арсеннің әкесін ойлады. Оның күдігі бекер емес еді. Тергеу барысында нысан қызметкерлерінің бірі бастапқыда ештеңе білмейтінін айтты. Бірақ бірнеше рет сұралғаннан кейін сөзінен жаңыла бастады. Ақыры ол маған жазбаны өшіруді өтінді. Оның соншалық маңызды екенін білмедім деп мойындады. Кім өтінді? Ер адам біраз үнсіз қалды. Сосын Ерланның таныстарының бірінің атын атады. Бұл жаңалық Арсеннің отбасына ауыр тиді. Енді мәселе тек Арсеннің әрекетімен шектелмей, дәлелдерді жасыруға әрекет жасалды деген күдікке де ұласты. Салтанат күйеуіне ашуланды. Сен бәрін түзетемін деп, керісінше қиындатып жібердің. Ерлан қабағын түйді. Мен ұлымды қорғағым келді. Ал ол кінәлі болса ше? Бұл сұрақтан кейін үй іші алғаш рет тым-тырыс болып қалды. Ал Гүлсараның өмірі біртіндеп қалыпқа келе бастағанда еді. Ол университетке қайта барды. Сабаққа кірген алғашқы күні өзін бәрі қарап тұрғандай сезінді. Бірақ шын мәнінде ешкім ештеңе білмейтін. Әйгерім оны есік алдында құшақтап алды. Қайтып келгеніне қуаныштымын. Гүлсара әлсіз жымиды. Мен оқуымды тастамаймын. Ол бұрынғы Гүлсара емес еді. Бірақ сынған да жоқ. Сабақтан шыққанда сыртта Санжар күтіп тұр екен. Әжеңіз бүгін жалғыз қайтпа деді ол. Апа, сені де жұмсай бастапты ма? Санжар күліп жіберді. Гүлсара да еріксіз жымиды. Сол бір кішкентай күлкі Санжардың жүрегін ерекше жылытып жіберді. Ол қызға қарап тұрып, өзіне берген сертін қайта есіне алды. Оған ғашық болма. Бірақ енді бұл сертті орындау күн сайын қиындап бара жатты. Ал Гүлсара болса, Санжардың жанында өзін алғаш рет қауіпсіз сезіне бастағанын әлі өзіне де мойындай алмай жүреді. Санжардың көңілі әлі орнына түспеді. Арсеннің көлігі сол түні
жолда болған дәлелденді. Бірақ Санжар бір нәрсені жақсы түсінді. Арсеннің қорғаушылары көлігі сол жерде болғанымен қылмысты ол жасады деген сөз емес деп шығуы мүмкін. Сондықтан ол Гүлсара табылған көшені тағы бір рет аралап шықты. Жолдың бір шетінде жеке үйлер орналасқан еді. Санжар әр қақпаның үстіне мұқият қарай бастады. Бір кезде көзі кішкентай бейне камераға түсті. Ол бір үйдің қақпасына орнатылып, дәл жол жақты түсіріп тұр екен. Санжардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Үй иесі егде жастағы кісі болып шықты. Аға, мына камераңыздың жазбалары қанша күн сақталады? 1 айға жуық сақталады. Не болды? Санжар мән-жайды қысқаша түсіндірді. Өз бетімен жазбаны алуға болмайтын білгендіктен, бірден тергеушіге хабарласты. Сол күні полиция қызметкерлері келіп, камера архивін ресми түрде алды. Бірнеше сағаттан кейін тергеушіден қоңырау түсті. Санжар, сіз тапқан камерада маңызды жазба бар. Не көрінеді? Ар жағында бірнеше секунд үнсіздік орнады. Арсеннің көлігі анық көрінеді. Гүлсараның көлікке өз еркімен отырмаған да байқалады. Кейін көлік жолдың тасалау бөлігінде тоқтайды. Арсеннің оған күш қолданғанын растайтын көріністер бар. Санжар көзін жұмып алды. Ол дәлел табылғанына қуана алмады. Өйткені сол бейненің артында Гүлсараның өміріндегі ең ауыр түн тұр еді. Тергеуші Гүлсара мен Күлзияны бөлімге шақырды. Бейне жазбаны өзіңіз көруге міндетті емессіз, деді ол Гүлсараға. Біз оны іске тіркейміз. Сіз айтқан оқиғалардың негізгі бөлігі жазбамен сәйкес келеді. Гүлсараның көзінен жас шықты. Демек, енді олар мені өтірік айтып отыр дей алмай ма? Бұл өте маңызды дәлел. Күлзия немересінің қолынан ұстап отырды. Гүлсара басын төмен түсіріп ұзақ жылады. Бірақ бұл жолғы жасында бұрынғы дәрменсіздікпен бірге жеңілдік те бар еді. Ол ақыры түсінді. Арсеннің әкесі бір камераны өшіртсе де, бүкіл көшенің көзін өшіре алмапты. Ал сол кеште Арсеннің үйіне тергеушілер келді. Арсен есіктен шыққанда әкесіне қарады. Әке, сен бәрін шешем деген жоқ па едің? Ерлан жауап бере алмады. Өйткені бұл жолы ақшада, таныста бейне жазбадағы шындықты өзгерте алмайтын еді. Арсен ұсталғаннан кейін, оның әкесі бірден қаладағы тәжірибелі адвокаттардың бірін жалдады. Ерлан әлі де ұлын қандай жолмен болса да құтқарып қалуға тырысып жүрді. Бір ғана бейне жазбамен үкім шығара алмайды, деді адвокат. Тергеудегі әр дәлелді жеке-жеке тексереміз. Бұл сөздер Гүлсараға да жетті. Ол қайтадан алаңдай бастады. Сонда бәрібір құтылып кетуі мүмкін бе, деді ол Санжарға. Екеуі университет маңындағы шағын саябақта отыр еді. Санжар асықпай жауап берді. Қазір сенің сөзіңді растайтын бірнеше дәлел бар. Ең бастысы, қорыққаннан тоқтап қалма. Гүлсара оған қарап жымиды. Сен әрқашан осылай сабырлы сөйлейсің. Ішімде сабыр жоқ шығар. Сонда да білдірмейсің. Санжар үндемей қалды. Соңғы күндері Гүлсараны көрген сайын жүрегі өзгеше соғатын болды. Қыздың сұлулығын бұрыннан байқаған. Үлкен қара көздері, ұзын шашы, нәзік сөзі кез келген адамды бірден өзіне қаратар еді. Бірақ Санжарды баураған оның сыртқы келбеті ғана емес, Гүлсараның ақылдылығы еді. Асығыс шешім шығармайтын сабыры еді. Әжесіне деген мейірімі еді. Сонша ауыр жағдайдан кейін де оқуын тастамай, күн сайын өзін қайта жинауға тырысуы еді. Санжар сол сәтте өзіне берген сертін есіне алды. Көмектесемін, бірақ ғашық болмаймын. Ол іштей күліп жібергісі келді. Өйткені кеш қалған еді. Бір күні Күлзия да мұны байқап қалғандай болды. Санжар Гүлсараны үйіне жеткізіп салғанда, әжесі есік алдында тұрды. Балам, шай ішіп бет. Рахмет апа, кеш болып қалды. Біздің қызды күнде тасып жүрсін. Сағанда обал болды ғой. Маған қиын емес. Күлзия оған ұзақ қарап қалды. Жақсы бала екенсің. Санжар қысылып көзін тайдырды. Ал үйге кіргенде Күлзия немересіне: Санжар саған жаман қарамайды, деді. Гүлсара бірден: апа, ондай сөз айтпаңызшы. Мен ештеңе айтып отырған жоқпын. Ол маған тек көмектесіп жүр. Гүлсара осы сөзді айтқанымен
жүрегінің түбінде өзі де бір өзгерісті сезетін. Санжардың жанында бұрынғыдай үрейленбейтін. Көлікке отырғанда есікті қайта-қайта тексермейтін болды. Ер адамның дауысын естіген сайын шошып қалатын әдеті де оның жанында басылатын. Санжар оған махаббат ұсынған жоқ. Тіпті қолынан ұстауға да асықпады. Сол себепті Гүлсара оның қасында өзін қауіпсіз сезіне бастады. Ал бірнеше күннен кейін сотқа дейінгі тергеудің аяқталуға жақын қалғаны туралы хабар келді. Арсен енді жауапкершіліктен қашып құтыла алмайтын еді. Тергеу аяқталып, іс сотқа жолданған күні Гүлсара ұзақ үнсіз отырды. Осы күнді қанша күтсе де, жүрегіндегі қорқыныш толық кеткен жоқ. «Апа, сотта бәрін қайта айтуым керек пе?» деді ол. Күлзия немересінің қолын ұстады. «Қанша қиын болса да, шындықты айтасың. Қалғанын Аллаға тапсыр». Сот басталған алғашқы күн Гүлсара үшін өте ауыр өтті. Арсен залға кіргенде ол еріксіз төмен қарады. Бірнеше ай бұрын оны көшеде қуалап қорқытып жүрген жігіт енді айыпталушы орындығында отыр еді. Арсеннің қасында әкесі жалдаған адвокат болды. Адвокат Гүлсараның әр сөзінен күмән іздеуге тырысты. «Сіз Арсенді бұрыннан танитынсыз ба?» «Иә, ол менің соңымнан жүрді». «Сіз онымен ешқашан кездескен жоқсыз ба?» «Жоқ». «Көлігіне бұрын отырған кезіңіз болды ма?» Гүлсара басын шайқады. «Болған жоқ». Сұрақтар көбейген сайын қыздың тынысы ауырлай түсті. Сол кезде залдың артқы жағында отырған Санжарға көзі түсті. Ол ештеңе айтпады, тек Гүлсараға сабырмен қарап отырды. Сол көзбарастың өзі қызға күш бергендей болды. Кезек бейне жазбаға келгенде зал іші тына қалды. Жеке үйдің камерасынан алынған жазба сотқа ұсынылды. Онда Арсеннің көлігі, Гүлсараның қарсылығы және оның күш қолданғанын растайтын жағдайлар көрінетін. Арсен алғаш рет басын төмен түсірді. Адвокат жазбаның сапасына күмән келтірмек болды. Бірақ сараптама файлдың өзгертілмегенін растаған еді. Одан кейін Санжар куәгер ретінде жауап берді. «Сіз Гүлсараны қандай жағдайда таптыңыз?» деп сұрады сот. Санжар бір сәт үнсіз қалды. Жол жиегінде жалғыз отырды. Жағдайы өте ауыр еді. «Мен бірден жедел жәрдем шақырдым». «Оған дейін таныс па едіңіздер?» «Жоқ». «Сонда оған көмектесуге неге сонша араластыңыз?» Санжар Гүлсараға қарап қойды. «Өйткені адамды сондай жағдайда көріп тұрып, теріс айналып кету мүмкін емес еді». Гүлсараның көзіне жас келді. Соттан шыққан соң Санжар оны үйіне дейін жеткізді. Жол бойы екеуі үндемеді. Үйдің алдына келгенде Гүлсара көліктен түспей отырып қалды. Санжар: «Иә, мен кейде сенің алдымда өзімді қарыздар сезінемін». Санжар бірден басын шайқады. «Маған ештеңе қарыз емессің. Бірақ сен болмағанда...» «Гүлсара», деді Санжар сөзін бөліп. «Мен саған көмектескенім үшін сенен ештеңе күтпеймін, ешқашан». Қыз оған үнсіз қарады. Осы сөзден кейін Санжарға деген сенімі одан сайын күшейді. Ал Санжар болса, оның көздеріне ұзақ қарауға қорқып отырды. Өйткені өзіне берген ғашық болмаймын деген серті әлде қашан бұзылған еді. Енді ол тек бір нәрсеге серт берді. Гүлсара өзі дайын болмайынша, сезімі туралы бір ауыз сөз айтпайды. Сот бірнеше аптаға созылды. Әр отырыс Гүлсара үшін ауыр болғанмен, ол енді бұрынғыдай қорқып отырмайтын. Қасында әжесі Күлзия, Әйгерім және Санжар болды. Соңғы отырыста судья үкімді жариялауға кірісті. Зал іші тына қалды. Арсен басын төмен салып отырды. Оның әкесі Ерланның жүзі сұп-сұр. Салтанат болса көзіне жас алып, ұлына қайта-қайта қарай берді. Судья істегі бейне жазбалар, медициналық қорытынды, хабарламалар, куәгерлердің жауаптары және басқа да дәлелдер қаралғанын айтты. Арсен кінәлі деп танылды. Үкімнің қалған сөздері Гүлсараның құлағына алыстан естілгендей болды. Ол тек бір нәрсені түсінді. Бітті. Арсен енді оның соңынан жүрмейді, қорқытпайды, өміріне араласа алмайды. Күлзия әжесі немересінің қолын қысып ұстап отырды.
Гүлсара көз жасын тыя алмады. Бұл қуаныштың жасы да емес еді. Ішінде бірнеше ай бойы жиналған қорқыныштың, ашудың, шарасыздықтың сыртқа шыққан еді. Сот ғимаратынан шыққанда Санжар есік алдында күтіп тұрды. «Бітті», деді Гүлсара ақырын. Санжар басын изеді. «Иә, сен басынан бері бітпейді деп едім ғой. Өйткені шындық бір жерде бәрібір із қалдырады». Гүлсара жымиып қойды. Бірнеше айдан кейін оның өмірі біртіндеп қалыпқа түсті. Университеттегі оқуын жалғастырды. Үлгерімі қайта жақсарды. Жұмысына да оралды. Бірақ ең маңыздысы, Гүлсара қайтадан өзіне сенуді үйрене бастады. Санжар да бұрынғыдай жанында жүрді. Тек енді Гүлсара оның келгенін күтіп отыратын болды. Бір күні сабақтан шыққанда Санжар кешігіп қалды. Гүлсара аялдамада біраз күтіп тұрып, өзі байқамай телефонына қарай берді. Неге келмей жатыр екен? Осы ойдан кейін өзі де таң қалды. Санжар келгенде, «Кешір, көлік кептелісі болды», деді. «Мен сені күтіп тұрмын деп кім айтты?» деді Гүлсара әзілдеп. «Ешкім». «Онда ақталма». Санжар күліп жіберді. Гүлсара да күлді. Осы сәтте екеуінің арасында бұрын болмаған жылы сезім пайда болды. Сол күні үйге келгенде Күлзия немересіне қарап, «Қызым, сен соңғы кезде қайтадан күле бастадың», деді. Гүлсара терезеге қарап жымиды. Ол мұның себебін өзі де жақсы білетін, бірақ айтуға әлі асықпады. Санжар Гүлсараға сезімін айтуға асықпаса да, анасы Райхан баласының өзгергенін әлде қашан байқап жүрген. Бұрын жұмыстан келсе тамағын ішіп, бөлмесіне кіріп кететін ұлы енді телефонға жиі қарайды. Кейде өзінен өзі жымиып қояды. «Бір қыз бар ма?» деді анасы бір кеште. Санжар алғашында жасырып көрді. «Жоқ қой, мен сенің анаңмын, даусымнан ақ біліп отырмын». Санжар біраз үнсіз отырды. «Бар». «Кім?» «Гүлсара». Ол қыздың басынан өткенін түгел айтпады. Бірақ қалай танысқанын, оған сот барысында көмектескенін, қазір оқып әрі жұмыс істеп жүргенін айтып берді. «Жақсы қыз», деді Санжар. «Өте ақылды, сабырлы. Әжесімен тұрады. Әке-шешесі ерте қайтыс болған». Райхан баласының көзінен бұл жай қызығушылық емес екенін бірден түсінді. Бірақ әңгімені сыртта отырған әкесі Нұрлан да естіп қалыпты. «Қандай Гүлсара?» деді ол бөлмеге кіріп. Санжар амалсыз бәрін әкесіне де түсіндірді. Алайда Гүлсараның зорлық көргенін естігенде Нұрланның қабағы бірден өзгерді. «Болмайды». «Не болмайды?» «Сол қызбен араласпайсың». Санжар орнынан түзеліп отырды. «Неге?» «Неге екенін өзің түсініп отырсың». «Жоқ, түсінбей отырмын». Нұрлан даусын көтерді. «Ертең әйел қылып аласың. Артынан өткен өмірі алдынан шығады. Ел не дейді? Туыстар не дейді?» Санжардың жүзі суып кетті. Оның басынан өткен қылмысқа Гүлсара кінәлі емес. «Маған ақыл үйретпе», деді әкесі. «Бұл үйге сондай тағдыр бар қызды келін етіп әкелмейсің». Райхан күйеуіне жақтырмай қарады. «Нұрлан, қыздың кінәсі не? Сен араласпа». «Қалай араласпаймын? Ол да біреудің қызы». Бірақ Нұрлан райынан қайтпады. «Санжар, бүгіннен бастап ол қызбен араласпайсың». Санжар әкесіне тіке қарады. «Мен Гүлсараны аяғанымнан жақсы көріп жүрген жоқпын». Осы сөзді айтқаннан кейін өзі де үнсіз қалды. Өйткені бұл оның сезімін алғаш рет дауыстап мойындауы еді. «Мен оны жақсы көремін, әке». Нұрлан ашудан үстелді алақанымен бір ұрды. «Онда менің келісімімді күтпе». Санжар үндемей сыртқа шығып кетті. Ал Райхан сол түні ұзақ ойланды. Ол Гүлсараны әлі көрген жоқ еді. Бірақ күйеуінің өткен өмірі деген сөзі көңіліне батты. «Егер менің қызымның басына сондай жағдай түссе ше?» Осы ойдан кейін Райханның жүрегі әлгі бейтаныс қызға алғаш рет елжіреді. Ол Гүлсараны өз көзімен көріп, өзімен сөйлескісі келді. Бірнеше күннен кейін Райхан Санжардан Гүлсараның қай жерде жұмыс істейтінін сұрап алды. «Не үшін?» деді Санжар күмәнданып. «Тек көргім келеді».
Әкем жіберді ме? Жоқ, өзім барам. Санжар анасының мінезін білетін. Бір нәрсеге шешім қабылдаса, райынан қайтпайтын. Сол күні түстен кейін Райхан Гүлсара жұмыс істейтін кофехана келді. Гүлсара оны бірден танымады. Сәлеметсіз бе? Не аласыз деді, сыпайы күлімдеп. Райхан қызға ұзақ қарап қалды. Санжар айтқандай, Гүлсара шынында да өте көріктеді. Бірақ Райханның назарын оның сұлулығынан бұрын сабырлы жүрісі, адамдармен сөйлескендегі мәдениет аударды. Сен Гүлсарасың ба? Қыздың жүзі бірден өзгерді. Иә, мен Санжардың анасымын. Гүлсара сәл абдырап қалды. Сәлеметсіз бе? Райхан оның қорқып кеткенін сезді. Уайымдама, мен ұрсуға келген жоқпын. Екеуі жұмыстан кейін жақын жердегі орындыққа отырып сөйлесті. Райхан бірден сұрақ қойған жоқ. Санжар сені көп мақтайды деді, жай ғана. Гүлсара қысылып жымиды. Ол маған көп көмектесті. Ал сен оны қалай қабылдайсың? Гүлсара үнсіз қалды. Білмеймін. Мен қазір ештеңеге асыққым келмейді. Райхан басын изеді. Дұрыс. Біраздан кейін Гүлсара өзі әңгімесін бастады. Менің өткенімді естіген шығарсыз. Райхан оның сөзін бөлмеді. Сол үшін мені жаман көрсеңіз де түсінемін. Осы сөз Райханның жүрегіне қатты тиді. Қызым, сен неге өзіңді кінәлі адамдай сөйлейсің? Гүлсара көзін төмен түсірді. Кей адамдар солай қарайды. Райхан қолын оның қолының үстіне қойды. Біреудің жасаған қылмысы сенің абыройыңды түсірмейді. Гүлсара көз жасын әрең ұстап отырды. Осы сөзді ол бөтен әйелден алғаш рет естіп еді. Мен сіздің ұлыңызға зияным тисін деп жүрген жоқпын, деді ол ақырын. Мен оны көріп отырмын. Үйге қайтқанда Райханның пікірі мүлде өзгерген еді. Нұрлан есіктен кірген әйеліне: бардым ба деді. Бардым. Енді өз көзіммен көрдім ғой. Райхан күйеуіне тіке қарады. Иә, көрдім. Сонда сен ол қыз туралы қателесіп жүрсің. Нұрланның қабағы түйілді. Райхан, жоқ, тыңда. Ол бұзылған қыз емес, ол жараланған қыз. Екеуінің айырмасын түсін. Нұрлан үнсіз қалды. Ал Райхан сол күннен бастап Гүлсараны сыртта емес, әйел ретінде, ана ретінде түсіне бастаған еді. Райхан Гүлсарамен кездескеннен кейін үйдегі жағдай өзгере бастады. Нұрлан болса әлі де райынан қайтпай жүрді. Сен бір рет сөйлесіп бәрін шешіп тастадың ба, деді ол әйеліне. Мен ештеңе шешкен жоқпын. Тек қызды адам ретінде көрдім. Мен де адам емес деп отырған жоқпын. Бірақ сен оның басынан өткенін өз кінәсіндей айтып отырсың. Нұрлан үндемей қалды. Осы кезде үйге Санжар кірді. Соңғы күндері әкесімен бұрынғыдай еркін сөйлеспейтін болған. Амандасады, тамағын жеді, сосын бөлмесіне кіріп кетеді. Нұрлан мұны байқап жүрді. Санжар, отыршы, деді ол. Айта беріңіз. Гүлсарамен әлі кездесіп жүрсің бе? Иә. Мен саған не айттым? Санжар сабырын жоғалтпай: әке, мен сізді сыйлаймын, бірақ бұл менің өмірім, деді. Өмірім болған соң, ертеңгі күнімді де ойла. Мен ойлап жүрмін. Сондай өткен өмірі бар қызды әйелдікке алғың келе ме? Санжардың жүзі бірден өзгерді. Оның өткен өмірі деген не? Ол өзі таңдап алды ма? Мен олай деген жоқпын. Бірақ дән солай сөйлеп отырсыз. Райхан екеуінің арасындағы кернеуді сезіп араға түсті. Жетер енді. Бірақ Санжар тоқтамады. Гүлсара өте ақылды қыз, сабырлы, еңбекқор. Әжесін жалғыз қалдырмайды. Осынша нәрседен кейін де оқуын тастамады. Сонда сіз оның бір ғана қасіретін көріп, бүкіл адамды сонымен өлшеп отырсыз ба? Нұрлан баласына ашуланып қарады. Сен ғашық болып, бәрін әдемі көріп жүрсің. Мүмкін, бірақ мен оны аяғанымнан сүйіп жүрген жоқпын. Үй іші бір сәт тына қалды. Райхан ұлына қарап, оның шешімі шын екенін түсінді. Сол түні Санжар үйден көңілсіз шықты. Гүлсараға барғысы келді, бірақ оның мазасын алуға қимады. Ал Гүлсара болса, бұл жаңжалдың себебін білмейтін. Ол Райханның өзіне жылы қарағанына ғана қуанып жүрген. Ертеңіне Райхан Гүлсараға өзі телефон соқты. Қызым, бос болсаң біздің үйге шайға келші. Гүлсара абдырап қалды. Үйіңізге ме? Е, қорықпа, мен шақырып отырмын.
Гүлсара біраз ойланып, жарайды апа деді. Ал бұл кездесуден Нұрланның хабары жоқ еді. Райхан күйеуін әдейі алдын ала ескертпеген болатын. Ол Нұрланның Гүлсараны сырттан естіген әңгімемен емес, өз көзімен танығанын қалады. Келесі күні Гүлсара Райхан шақырған үйге баруға ұзақ дайындалды. Киімін бірнеше рет ауыстырып, ақыры қарапайым көгілдір көйлек киді. Қатты уайымдап тұрмын апа, деді ол Күлзияға. Қызым, өзің қандайсың, сол күйіңде бар. Ешкімге өзіңді дәлелдеуге міндеттемессің. Осы сөз Гүлсараға күш бергендей болды. Райхан оны есік алдынан өзі қарсы алды. Кел қызым. Гүлсара ішке кіргенде Санжарды ит екен. Оны көргенде таңырқап қалды. Сен мұнда қалай? Анам шақырды ғой, деді Гүлсара қысылып. Санжар анасына бір қарап, бәрін түсінгендей жымиды. Үшеуі дастархан басына отырған кезде сыртқы есік ашылды. Нұрлан кірді. Ол қонақ бөлмеге өтіп, Гүлсараны көргенде бірден тоқтады. Бұл кім? Райхан сабырмен. Гүлсара деді. Нұрланның жүзі бірден өзгерді. Санжар орнынан тұрды. Әке, сендер мені әдейі осындай жағдайға қойдыңдар ма? Гүлсара да орнынан көтерілді. Кешіріңіз, мен сіздің білмейтініңізді түсінбедім. Қазір-ақ кетемін. Ол сөмкесін ала бергенде Райхан қолынан ұстады. Жоқ қызым, отыр. Нұрлан Гүлсараға алғаш рет дұрыстап қарады. Алдында өзі ойлағандай ерке не жеңілтек қыз тұрған жоқ еді. Жүзі нәзік, қарапайым киінген, сөзін мәдениетті сөйлейтін сабырлы қыз. Гүлсара Нұрланға қарап, сіз мені жақтырмайтыныңызды білемін. Санжар маған бәрін айтқан жоқ, бірақ сезіп жүрмін деді. Санжар бірден, Гүлсара, мұны айтудың қажеті жоқ. Жоқ, айтайын. Қыз терең тыныс алды. Мен сіздің ұлымыздың өміріне жабысып алған жоқпын. Керісінше, басында одан алыстағым келді. Өйткені менің басымнан өткен жағдайдан кейін біреуге сену маған өте қиын болды. Нұрлан үндемей тыңдап тұрды. Санжар мені ешқашан қыстамады. Сезімінде міндеттеген жоқ. Сол үшін мен оны сыйлаймын. Бірақ егер сіздің отбасыңыз мені қабылдай алмаса, мен Санжарды әкесіне қарсы қойғым келмейді. Санжардың жүзі өзгерді. Сен не айтып тұрсың? Гүлсара оған қарамай. Мен сенің отбасының бұзылғанын қаламаймын деді. Райханның көзіне жас келді. Ал Нұрлан алғаш рет қыздың өзінің ұлын тартып алуға емес, керісінше, әке мен баланың арасын бұзбауға тырысып отырғанын түсінді. Бірақ ол әлі де ішкі қарсылығын жеңе алмады. Менің ойым бір кездесумен өзгере қоймайды деді, ол салқын үнмен. Гүлсара басын изеді. Түсінемін. Ол Райханға рахмет айтып, үйден шығып кетті. Санжарды артынан жүгірмек болды. Бірақ әкесіне бір қарап тоқтады. Әке, сіз оны бүгін алғаш рет көрдіңіз. Ал мен оның қандай адам екенін әлде қашан білемін. Сөйтті де сыртқа шығып кетті. Нұрлан үндемей терезеге қарады. Ал Райхан күйеуіне жай ғана, сен жаңа ғана өте жақсы қызды ренжіттің деді. Бұл сөз сол түні Нұрланның ойынан кетпей қойды. Гүлсара олардың үйінен кеткеннен кейін Санжар әкесімен бірнеше күн дұрыс сөйлеспеді. Нұрлан да ұлына жақындауға асықпады. Бірақ сол кештегі Гүлсараның сөздері ойынан кетпей қойды. Мен Санжарды әкесіне қарсы қойғым келмейді. Егер қыз шынымен ұлын тек өзіне байлап алғысы келсе, мұндай сөз айтпас еді. Бірнеше күннен кейін Нұрлан жұмыстан қайтып келе жатып, көлігімен орталық көшелердің бірінен өтті. Бағдаршамға тоқтағанда, жол шетінде таныс адамды байқап қалды. Гүлсара. Ол үлкен сөмге ұстап, жанында қарт әйелмен тұр екен. Нұрлан бірден Күлзия екенін түсінді. Әжесінің жүрісі баяу. Гүлсара бір қолмен сөмкені көтеріп, екінші қолмен әжесін сүйемелдеп келеді. Такси тоқтаған кезде алдымен әжесін отырғызды. Сосын дорбаларды өзі орналастырды. Бар болғаны бірнеше минуттық көрініс еді. Бірақ Нұрлан үнсіз қарап қалды. Оның есіне өзінің қарт анасы түсті. Санжар кішкентай кезінде Райхан екеуде жұмыстан қолдары босамай, Нұрланның анасы немересіне көп қараған еді. Әжесін осылай бағып жүрген қыз жаман адам бола ма? Бұл ой
алғаш рет оның ішінде анық пайда болды. Сол кеште Райхан шай құйып отырғанда Нұрлан өзі сұрады: Гүлсараның әжесі ауыра ма? Райхан таңырқап қарады. Жасы келген адам ғой, дәрісін ішеді. Неге сұрадың? Бүгін көшеде көрдім. Райхан жымиған жоқ. Күйеуінің ойын бұзғысы келмеді. Гүлсара кішкентайынан сол кісінің қолында өскен. Қазір өзі жұмыс істеп, әжесіне көмектеседі. Нұрлан үнсіз шайын ішті. Оқу ақысында өзі төлей ме? Е, Санжар солай деді. Нұрлан тағы да үндемеді. Ертеңіне ол ұлын өзі шақырды. Санжар? Е? Әлгі қыз. Санжар бірден қабағын түйді. Тағы не айтасыз? Ашуланба, жай сұрап отырмын. Қандай мамандықта оқиды? Санжар әкесіне таңырқай қарады. Өйткені осы уақытқа дейін Нұрлан Гүлсара туралы бірде-бір жақсы нәрсе сұрамаған еді. Экономикада оқиды. Оқуы жақсы. Жұмысында тастамаған ба? Жоқ. Нұрлан басын изеді. Мықты екен. Санжар әкесінің аузынан шыққан осы екі сөзге сене алмай қалды. Сіз оны мақтап тұрсыз ба? Артық кетпе, все, деді Нұрлан қабағын түйіп. Бірақ дауысында бұрынғыдай ашу жоқ еді. Сол түні Райхан күйеуіне қарап: сенің ойың өзгеріп келе жатқан сияқты, деді. Нұрлан бірден мойындамады. Мен тек қызды танып жатырмын. Соның өзі жетеді. Райхан жымиып қойды. Ал Нұрлан алғаш рет Гүлсараның басынан өткен қайғыны емес, оның бүгін қандай адам болып қалғанын ойлай бастаған еді. Нұрланның Гүлсараға деген көзқарасы жұмсарғанмен, ол әлі де Санжардың үйленуіне келісімін ашық айтқан жоқ. Бәрін өзгерткен жағдай аяқ астынан болды. Бір күні түстен кейін Райхан дүкеннен қайтып келе жатып, көшеде өзін жайсыз сезініп қалды. Қан қысымы көтеріліп, басы айналып орындыққа отыра кеткен. Сол маңнан кездейсоқ өтіп бара жатқан Гүлсара оны бірден таныды. Райхан апа. Гүлсара жүгіріп келіп, жедел жәрдем шақырды. Санжарға да, Нұрланға да өзі хабарласты. Ауруханаға жеткенше Райханның қолынан ұстап отырды. Қызым, сен кет. Сабағың бар шығар, деді Райхан әлсіз дауыспен. Сабақ күте тұрады. Сіз жалғыз қалмайсыз. Нұрлан ауруханаға асығып келгенде, дәлізде отырған Гүлсараны көрді. Қыздың қолында Райханның сөмкесі мен сырт киімі тұр. Дәрігер не деді, деп сұрады Нұрлан абыржып. Қазір жағдайы тұрақты. Қысымы қатты көтерілген екен. Дәрігер бақылауда ұстаймыз, деді. Нұрлан үнсіз қалды. Бірнеше сағат бойы Гүлсара олардың жанынан кетпеді. Райханға су әкелді. Дәрісін алып берді. Дәрігермен сөйлесті. Санжар келгенде: сен мұнда әлі жүрсің бе, деді тамырқап. Апаңызды осындай кезде қалай тастап кетемін? Нұрлан осы сөзді сыртта естіп тұрды. Сол сәтте оның ішінде бұрыннан қалған соңғы күмәнде жоғалғандай болды. Кешке Гүлсара үйіне қайтпақ болғанда, Нұрлан оны тоқтатты. Гүлсара? Қыз бұрылды. Ияға. Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Мен сенен кешірім сұрауым керек. Гүлсара тамырқап қалды. Сізден бе? Мен сені танымай жатып үкім шығардым. Басымнан өткен қасіретті өзімнің кемшілігіндей қабылдадым. Бұл дұрыс болмады. Гүлсараның көзіне жас келді. Мен сізге ренжімеймін. Жоқ, ренжісен де хақым бар. Нұрлан Санжарға қарады. Балам, егер екеуіңнің ниеттерім сын болса, мен енді қарсы емеспін. Санжар әкесіне сенер-сенбесін білмей қарап қалды. Рас айтасыз ба? Рас. Бірақ бір шартым бар. Қандай? Нұрлан алғаш рет күлімсіреді. Қыздың әжесінің батасын алмай, ештеңе жасамайсың. Гүлсара еріксіз күліп жіберді. Бір аптадан кейін Нұрлан мен Райхан Санжарды ертіп, Күлзияның үйіне ресми түрде барды. Дастархан басында Санжар Гүлсараға қарады. Мен саған алғаш көмектескен күні өзіме бұл қызға ғашық болмайым деп серт берген едім. Гүлсара жымиды. Орындай алмадым ба? Мүлде.
Санжар оның алдына жүзік қойды. Гүлсара, мен сені өткеніммен емес, бүгінгі өзіммен жақсы көремін. Маған тұрмысқа шығасың ба? Гүлсараның көзінен жас сырғып түсті. Бұл жолы ол қайғының жасы емес еді. Иә, Санжар. Гүлзия екі қолын жайып, бақытты болыңдар балаларым деп батасын берді. Ал Гүлсара сол сәтте өмірінің ең ауыр түні оның тағдырын аяқтамағанын түсінді. Керісінше, сол қараңғылықтың ар жағында оны қадірлейтін, қорғамай-ақ жанында тұра алатын, таңдауын сыйлайтын адам күтіп тұрған екен. Соғы, құрметті тыңдарманым, келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет.